Hey, бұл Аблай Адиев, каналға қош келдің. Бүгін пресске арналған жаттығулар жасайтын боламыз. Аз уақыт ішінде мен ұсынған осы 4 жаттығу жасау арқылы сіз өзіңіздің ішіңіз кеткенін, не прессіңіз шығып жатқанын байқайтын боласыз. Бұл видеоны соңына дейін қарап шық, өйткені соңында мен бұл жаттығуларды қалай, неден, неше минут демалу керегін бәрін түсіндіретін боламын. Достым, менің каналыма жазыл, өйткені осындай тақырыптағы, спорттық тақырыптағы видеолар тек қана менің арнамнан таба аласыз. Сондықтан менің осы видеоға тағы да каналыма тіркеліп, басқа да видеоларды қарап, комментарий қалдырып, және өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, тағы да білмей жүрген сұрақтарыңыз болса, соны комментарий жазуға болады. Менің видеоларыма лайк басып, каналға тіркел. Міне өздеріңіз көргендей 4 жаттығу. Бұл жаттығу жасалуы да оңай, тез, көп жаттығу жасап қиналмайтын боласыз. Бұл жаттығу жасамас бұрын сізге ең бірінші әуелі ол денемізді қыздырынып алу керек. Қалай қыздырынамыз, ол менің каналымда видеода көрсетілгендей, осы жанында шығуы да мүмкін. Сол видеоны қарап, әуелі жаттығу жасамас бұрын сол видеоны қарап, денемізді қыздырынып, сосын барып жасаймыз. Ендігі келетін бұл жаттығуларды қалай, немен жасау туралы. Бұл 4 жаттығуды аламыз. Бірінші жаттығуды
жасамас бұрын сізге телефон керек. Телефоннан 40 секундқа таймерге қоямыз. 40 секунд бойы сол бірінші жаттығуды жасаймыз. Содан соң 10 секунд демаламыз. Ол да бәрі соткеде таймерді қойып. 10 секунд демалғаннан соң тағы 40 секундқа қоямыз. И солай жаттығуды жасай береміз. Сізге көрсеткен жаттығуларды 3 круг арқылы жасайтын боламыз. Ол банағы видеодағыдай. Бірінші толықтай соны жасап болғасын 3 минут дем алып, сосын қайтадан жасайтын боласыз. Осы жаттығу сізге тиімді болады. Өйткені жасалуы да оңай, қайталану да оңай. Ұмытпаңыз, ең бірінші дене қыздырудан бастау. Достым, менің каналыма жазыл. Осындай тақырыптағы видеолар және де үйрететін видеолар тек қана менің артымнан шығады. Осы видеоға комментарий жазып, өзіңіздің сұрақтарыңызды қойыңыздар. Лайк басып, каналға жазыл.